Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариса. Бүгін сіздерге өте пайдалы, өте дәмді болып шығатын және де витаминдерге өте бай салаттың бір түрі, жасалу жолы өте оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен осындай бір капустаны алып, осы видеодағыдай етіп, барлық капустаны осылай турап аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міне капустаның барлығын осылай турап алдым. Турап болған капустаны ыдысымызға саламыз. Бізде келесі огурцидың қабығын ашып, видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Міне барлық огурцидді осылай турап алдым. Енді келесі бізде сәбіз, орташа үлкендіктегі бір сәбізді алып, осындай теркадан шығарып аламыз. Міне сәбізді де теркадан шығарып алдым. Келесі бізде 300 чеснокты алып, майдалап турап үстіне саламыз. Келесі үстіне укропты майдалап турап саламыз. Егер укроп болмаса, көкпияз, тағы басқа көк шөптерді де қолдана берсеңіз болады. Сосын үстінен 1 чайна ложка тұз қосамыз. Сосын 1 чайна ложка паприка, оның үстінен 1 чайна ложка яблочный уксус қосамыз. Енді таза қолымызбен осылай салатты жақсылап мыжитын боламыз. Бұл жерде бір ас қасық сұйық май құйып жіберсеңіз де болады, бірақ мен май қоспадым. Май қоссаңыз да, қоспасаңыз да өте дәмді болады. Осылай жақсылап мыжып араластырамыз. Сосын үстіне тарелкамен жауып 15-20 минутқа бастырып қоямыз. 15 минут өтті, салатымыз да дайын болды. Салатты бір жақсылап араластырып жіберіп, ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Әсіресе палау тағамдарымен және қою тағамдарымен бірге ұсынсаңыз, өте жақсы желінеді. Сізде осы салатты міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Алдағы уақытта жақсы түрлі рецепттермен бөлісемін. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.